Армысыздар, ардақтаған ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Есімім Рүстем болады. Құрметті достар, бүгін сіздерге арнап үкімет тегін үй бере ма? Осы тақырыпты терегімен сіздерге талқылап түсіндіргім келіп тұр. Неліктен 10 жылдап, 15 жылдап үй кезегінде тұрған азаматтарға өзімнің берер бір бағыт бағдарым, ұсынысым бар. Әрине бағыт бағдар менен, әрекет ату сіздерден. Сондықтан осы тақырыпты қазір сіздерге толығымен түсіндіріп беретін боламын. Әзірге менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Құрметті достар, дәл осы YouTube каналдың оқырмандар саны 30 мың адамға жеткенде мен сізге ипотекаңызды, қарызыңызды төлей алмай жүрсеңіз, оны заңды төлемеу жолын көрсететін боламын. Сонымен мен тақырыпты бастаймын, сіздер мұқият тыңдаңыздар. Жалпы мемлекетімізде үлкен нұрлы жер деген ауқымды бағдарлама бар. Нұрлы жер бағдарламасының бағыт бағдары өте көп. Оның ең біріншісі мына жалдамалы пәтер сатып алу құқығынсыз жергілікті әкімшілік арқылы жүзеге асады. Жалдамалы пәтерді алатын кезде сіздер үкіметтен пәтерді жалға аласыздар. Ол пәтер сіздікі емес, мемлекеттікі. Бірақ сол пәтерді алу үшін сіз кем дегенде 10 жыл үй кезегінде тұруыңыз керек. Ана 1998 жылдан бастап үй кезегінде тұратын азаматтар бар ғой, міне солар өмір бақи тосып жүреді. Мына үкіметтен тегін үй беріліп қала ма деген. Үкіметтен заң бойынша тегін жер ғана беріледі қазіргі таңда 10 сотық, оны да 15 жыл тосасыздар. Ал үй мәселесіне келетін болсақ, жалдамалы пәтер сатып алу құқығынсыз, оны жергілікті әкімшіліктер ұйымдастырады. Белгілі бір мердігер компанияға тапсырыс береді, ол құрылыс компаниясы үйді салу керек, ол үй салынып біткеннен кейін қанша пәтер бар, сонша пәтерді сіздерге конкурс ретінде ойнатылады. Яғни кім ең бірінші жыл кезегіне тұрды үй кезегіне, соларға бөлініп беріледі. Сондықтан менің айтып атқаным, кем дегенде ол үйді 10 жыл немесе 15 жыл тосасыздар. Арғартай, ол үйді алғаннан кейін сіздерге 5 жылға береді ол үйді, жалдамалы пәтерді алғаннан кейін. Және ол үйді алғаннан кейін сіздерді үй кезегінен шығарып тастайды. Міне, ең бір минусы осы. 5 жыл сайын ұзарту құқығы бар әрине, бар. Бірақ пәтердің жалдамалы құны 5 мың мен 10 мың теңгенің арасында. Міне, үкімет сіздерге осындай ұсыныс жасайды. Сонымен қатар Арғартай, КЖК, Казахстанский жилищный компания, бұрынғы КИК, яғни Казахстанский ипотечный компания арқылы жалдамалы пәтер сатып алу құқығымен де береді үй кезегінде тұрған азаматтарға. Бірақ ол жергілікті әкімдікке қарайтын білім саласы, медицина, мәдениет, спорт, жаңағы әлеуметтік жұмыскерлер, департамент полиция, департамент ЧС дейді ғой, чрезвычайная ситуация жаңағы. Осы мекеменің қызметкерлері ғана қатыса алады. Бірақ бірден ойбай сатып алу құқығымен береді екен деп, оған барлығы бірдей өтініш бере алмайды. Әр мекеменің өзінің жаңағы подведомственный ненің өзінің бір комиссиясы болады. Сол комиссия мына мекемелерде кімдер соған үміткер, солардың тізімін әкімдікке жібереді. Әкімдік іріктеп алып барып, осы қатыса аласыздар. Казахстанский жилищный компания жалдамалы пәтер сатып алу құқығымен. Оны сіз 20 жыл бойы жалдап тұрасыз, 20 жылдың ішінде досрочно сатып алсаңыз да болады. Төлем қабілетін міндетті түрде растайсыз. Бұл жөнінде сіздерге мен арнайы видео түсіріп беретін боламын. Егер төлем қабілетін растап негізгі тізімге өтіп атсаңыздар, үй құнының 1% алғашқы жарнасын міндетті түрде құюларыңыз керек. Міне, құрметті достар, үкімет сізге тегін үй бере ма? Қазіргі таңда осындай ғана ұсыныс. Енді неліктен мен сіздерге айтып жатырмын? Біздің ата заңымыздың өзі, конституцияның өзі күн сайын, сағат сайын өзгеріп тұрған кезде бұл заңдарда өзгеріп кетуі мүмкін. Яғни біздің конституцияның өзі ана 5 оқитын баланың черновик дәптері сияқты ғой. Кез келген уақытта заң өзгеріп кетуі мүмкін. Сатып алу құқығынсыз 5 жылға арендаға алған пәтеріңіз ертең үкіметке қайтар деп тұрмасына кім кепіл? Сондықтан құрметті достар, менің сіздерге ұсынысым 10 жыл, 15 жыл үй кезегінде тұрғанша, мына отбасы банк арқылы мемлекеттік бағдарламалар аясында, нұрлы жер бағыты шаңырақ бағдарламасы аясында өзіңіздің пәтеріңізді ипотекаға рәсімдеп алыңыз. Мен күнделікті жұмысында мынандай оқырмандар кездеседі. 2007, 2008, 2009-дан бері үй кезегінде тұр. Әлі ұйықтап жүрген көптеген үй кезегінде тұрған азаматтар бар. Әлі ұйықтап жүр. Сол кісілерге ұсынысым міне, шаңырақ бағдарламасы, нұрлы жер бағыты аясында 10% жарна. Сіз ол 10% жарнаңыз жоқ болса, оны үкіметтен алғашқы жарна ретінде сертификатты да алсаңыздар болады. Менің YouTube каналымда 1 миллион, 1,5 миллион сертификат жайында видео бар, оны да көріңіздер. Небәрі 5% аласыздар. Қазіргі таңда 1 шаршы метрінің бағасы өңірлерге байланысты 160 мың мен 240 мың теңгенің арасында. Бір бөлмелі
пәтерлі пәтер алатын болсаңыз, ай сайынғы төлемі небәрі 65 мың, 68 мың болады. Ол Нұр-Сұлтан қаласында. Ал сіз өзге өңірден болсаңыз, ойлап көріңіз, 160 мың теңге бір шаршы метрі. Ай сайынғы төлем небәрі бір 40 мың, 50 мың теңгені құрайтын болады. Сондықтан сіздерге ұсыныс өмір бақи үй кезегінде тұрғанша өз үйіңізді алыңыз. Ол ипотекаға сіздің атыңызға рәсімделеді. Мына жалдамалы пәтер сияқты үкіметтік емес. Сонымен қатар бақытты отбасы деген бағдарлама бар. Ол жерде де 10% алғашқы жарна небәрі 2% беріледі. Ол жерге кімдер қатыса алады? Көп балалы отбасылар, мүмкіндігі шектеулі баласы бар және толық емес отбасылар қатыса алады. Бірінші нарықтан, екінші нарықтан және жер үй алуға да болады. Ипотекаға 2%-мен, міне көрдіңіздер ме? 10-15 жыл үй кезегінде тұрғанша, осындай ипотекалық бағдарламалар аясында жеңілдетілген пайызбен өзіңіздің үйіңізді рәсімдеңіз деп ұсыныс айтқым келеді. Әрине, басында айтқандай бағыт бағдар менен әрекет ету сізден, құрметті достар. Міне көрдіңіздер ме? Жалдамалы пәтерді 10-15 жыл тосқанша дер кезінде Нұрлы жер бағыты бойынша үй алып қалыңыздар. Шаңырақ бағдарламасы бойынша 2 бағыт болады. Негізгі конкурс және қосымша конкурс. Негізгі конкурста жыл кезегіне байланысты беріледі. Көрдіңіздер, жаңағы 2008-2009-да үй кезегінде тұрған азаматтар, сізде үлкен мүмкіндік бар. Әкімдік салған үйді алып қалуға 220 мың теңгемен, 160 мың теңгемен 240 мың теңге бір шаршы метрі. Міне, құрметті достар, бүгінгі тақырып осы. Қорытындылай кететін болсақ, үкімет тегін үй бермейді. Тек қана жалдамалы пәтер. Келесі тақырыпта кездескенше, менің YouTube каналыма жазылыңыздар. Аман есен, сау, саламат болыңыздар.